Алғашқы сәлем, сендермен Тамерланс, және бұл Эд Ширанның әндері арқылы ағылшын грамматикасын игеру курсы. English Grammar for Music 101 beginner деңгейі. Жүктеу есімдіктер мен етістігі туралы 5 сабақ өттік. Бүгінгі сабаққа әртүрлілік үшін басқа және өте жеңіл тақырыпты алайық. 6-шы сабақ бүгінгі тақырып болымды бұйрық рай. Ағылшынша айтсақ positive imperative. Бұйрық рай дегеніміз не? Біреу басқа адамға бұйрық беретін кез. Болымды сөзі туралы ойламаңдар. Осы тақырып өте жеңіл, жаңа сөздер болмайды, бірден мысалдарға көшейік. Эд Ширанның ең танымал әні Shape of You. Grab on my waist and put that body on me. Менің санымды ұстап ал және анау денені менің үстіме сал. Осы сабақтың жалғыз және ең маңызды фишкасы ағылшын тіліндегі бұйрық райында етістік бірінші орында тұрады. Осы сөйлемдегі етістіктер grab, яғни ұстап ал, және put, яғни сал. Осы әннің тағы бір мысалы. Tell the driver, make the radio play. Жүргізушіге радионы қосуға айт. Tell, яғни айт, бірінші орында тұр. Think out loud әні. Take me into your loving arms. Мені өзінің сүйіші қолдарына ал. Shivers әні. Go dancing underneath these stars. Жұлдыздардың астында билеуге бар. South of the border әні. Jump in that water. Be free. Come south of the border with me. Анау суға секір, еркін. Бол шекараның оңтүстігіне менімен бірге кел. Sing әні. Sing ән айт. Give me love әні. Give a little time to me or burn this out. Маған кішкене уақыт бер, немесе мұнаның барлығын өртен. Afterglow әні. Stop the clocks, it's amazing. Сағаттарды тоқтат, бұл тамаша. Осымен болды, осы видеода қолданған Эд Ширанның әндері міне осылар. Келесі сабаққа көшпес бұрын, осы сабақта талданған материалды бекіту мақсатында мен сендерге ұйықтар алдында барлығын қайталауға кеңес беремін. Көріскенше.